Қайырлы күн, құрметті түркше үйренушілер. 10-шы дәрісіміздің тақырыбы нереден nereye, яғни қайдан қайда. Бұл дәрісте біз түрік тіліндегі септіктер жайлы айтатын боламыз. Олардың бірі çıkma, айырылма дұрымы, яғни шығыс септігі. Жалғаулары дан, ден, тан, тен. Çıkma дұрымы немесе айырылма дұрымы деп айтылады. Екеуі де қолданыла береді. Қазақ тіліндегі шығыс септігі. Егер сөзіміздің соңғы буыны жуан болса, онда жалғауларымыз дан немесе тан болады. Сөзіміздің соңғы буыны жіңішке болса, жалғауларымыз ден немесе тен болады. Ал қашан дан ден, қашан тан тен болады, мұны сіздер алдыңғы сабақтардан білесіздер, естеріңізде деп ойлаймын. Сөзіміз дауыссыз дыбысқа аяқталса, және соңғы дауыссыз дыбысымыз қатаң дауыссыз болса, яғни фыстықшы шахаптан бір әріп болса, онда тан немесе тен жалғанады. Ал егер сөзіміз ұяң дауыссыз дыбыспен немесе дауысты дыбыспен аяқталса, онда дан немесе ден жалғанады. Ал енді мысалдарын оқиық. Bugün Türkmenistan'dan arkadaşım geliyor. Bugün Türkmenistan'dan dostum kele жатыр. Pazardan sebze ve meyve alıyoruz. Pazardan kögöniş және жеміс алып жатырмыз. Kardeşi Leyla'dan yardım istiyor. Бауыры Leyla'dan көмек сұрап жатыр. Köpekten korkuyorum. İtten korkamın немесе itten korkup тұрмын. Ben fizikten anlamıyorum. Men fizikаны түсінбеймін. Annem soğuktan titriyor. Anam soğuktan dirildеп тұр. Öğrenciler kağıttan uçak yapıyorlar. Оқушылар қағаздан ұшақ жасап жатыр. Domates çorbasından hoşlanmıyorum. Қызанақ сорпасын ұнатпаймын. Келесі септігіміз бұл yönelme дұрымы деп аталады. Яғни барыс септігі. Жалғауларымыз а, Егер сөзіміз дауысты дыбыспен аяқталатын болса, онда екі дауысты дыбыстың арасына, яғни сөздің соңғы дауысты дыбысымен а немесе жалғауларының арасына қойылады. Бұл әрпін біз кайнаштырма харфі деп айтамыз түркшеде. Түркшеде ше, се, не, яғни 4 кайнаштырма харфі бар. Бұларды есте сақтау үшін yaşasın деген сөзді жаттап алыңыздар. Яғни yaşasın деген сөздегі ше, се, не бұлардың 4-еуі кайнаштырма харфі. Мысалдарын оқиық. Öğrenci öğretmene soru soruyor. Оқушы мұғалімге сұрақ қойып жатыр немесе мұғалімге сұрақ сұрап жатыр. Бұл жерде біз қазақ тілінде мұғалімнен деп айтамыз, бірақ түркшеде öğretmenden емес öğretmene деп айтылады. Annem ve ablam pazara gidiyorlar. Anam мен әпкем пазарға бара жатыр. Antalya'ya hiç kar yağmıyor mu? Antalyaga еш kar жаумайды ма? Buraya gel, мұнда кел. Size çok teşekkür ediyorum. Sizге көп рахмет немесе sizге көп алғыс білдіремін. Şu güzel çiçeğe bakın. Mına әдемі гүлге қараңдар. Dağcılar dağın zirvesine çıkıyorlar. Alpinistler таудың шыңына шығып жатыр. Bugün işe erken gidiyorum. Bugün жұмысқа ерте бара жатырмын. Жалғастырайық. Мына жерде сөйлемдеріміз бар. Бұл сөйлемдерге осы çıkma немесе айырылма дұрымының шығыс септігінің не болмаса yönelme дұрымы, яғни барыс септігінің жалғауларыңыз керек. Видеоны осы жерден тоқтатып, сіздер жаттығуларды жасаңыздар өздеріңіз. Одан кейін ары қарай жалғастырып, дұрыс-бұрысын тексересіздер. Бұл сөйлемдердің дұрысы міне осындай болады. Okuldan ne zaman çıkıyorsun? Bugün 4. üniteye başlıyoruz. Yolcular otobüsten iniyorlar. Ayhan arkadaşı Betül'den hoşlanıyor. Betül деген жалқы есім болғандықтан, оған жалғаған кезде екеуінің арасына апостроф қоямыз. Bu sabah saat 6'da yataktan kalkıyorum. Zeynep tabağa yemek koyuyor. Tabak
негізі біздің түбіріміз, бірақ оған дауысты дыбыстан басталатын жалғау жалғанғандықтан к әрпі yumuşak g-ге ауысты. Білесіздер, п, ч, т, к осы төрт әріп сөздің соңында келсе және оған дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанса, п б-ге, ч ж-ге, к yumuşak g-ге, т д-ге ауысады, өзгереді. Yani бұл sert sessizler жұмсарады. Siz genellikle marketten mi alışveriş yapıyorsunuz? Sütten yoğurt, yoğurttan ayran yapıyoruz. Sütten yoğurt. Yoğurt degenimiz Türkçe'de ayran degenді білдіреді. Ал ayran деген söz Türk тіліндегі, ол қазақ тіліндегі şalap деген sözdü bildiredi. Kardeşim misafirlerden utanıyor. Baban sana neden kızıyor? 17 numaralı dolmuş buradan geçiyor mu? Ahmet sarımsak kokusundan nefret ediyor. Kedi ağaca tırmanıyor. Annem balkondan bize el sallıyor. Buğdaydan, daha doğrusu buğday unundan ekmek yapıyoruz. Bişkek'ten İstanbul'a uçak yolculuğu 5 saat sürüyor. Her gün merdivenlerden 3. kata çıkıyorum. Karşılaştırma degenimiz салыстыру. Яғни біз екі нәрсені, затты немесе екі адамды бір-бірімен салыстырғанда дан, daha, den, daha, tan, daha, ten, daha деген жалғауларды қолданамыз. Дан, den, tan, tenнің қашан, қай кезде қайсысы жалғанатынын біз жаңа айтып өттік. Daha деген одан да көбірек, жақсырақ деген салыстырмалы шырайды білдіретін жалғау. Мысалы, Serhat Erkin'den daha uzun boylu. Serhat Erkin'нен ұзынырақ дегенді білдіреді. Немесе Serhat'тың бойы Erkin'нің бойынан ұзынырақ. Aslı Buket'ten daha büyük. Aslı Buket'ten үлкенірек. Bugün dünden daha sıcak. Bugün keşeden ыстығырақ. Üçüncü sınav, ikinci sınavdan daha kolay. İstanbul, Konya'dan daha kalabalık bir şehir. Sizin bahçeniz onların bahçesinden daha geniş. Pazardaki sebzeler markettekilerden daha taze ve ucuz. Mына жерде сөздер бар. Осы сөздерді мағынасына қарай бос орындарға орналастырып шығуымыз керек. Kolay, yakın, kalabalık, sıcak, zor, batıda. Kolay degenimiz оңай, yakın degenimiz жақын, kalabalık degenimiz yani адам көп дегенді білдіреді. Kalabalık, sıcak, ыстық, zor, қиын, batıda, батыста. Türkçe Fransızcadan daha. Türkçe Fransızcadan қандайырақ? Соны табуымыз керек. Соған сәйкес сөзді қоюымыз керек. Öğretmenlik öğrencilikten daha, Afrika diğer kıtalardan daha ne? Rusya Türkiye'ye ABD'den daha. Hangisi gelir buraya? Қай söz geledi бұл жерге? İstanbul Ankara'dan daha, Çin Japonya'dan daha. Өздеріңіз табуға тырысыңыздар, қазір дұрыс жауабын көресіздер. Мұның дұрыс жауабы міне былай болады. Türkçe Fransızcadan daha kolay. Yani Türkçe Fransızcadan оңайырақ. Öğretmenlik öğrencilikten daha zor. Мұғалімдік оқушылықтан немесе студенттіктен қиынырақ. Afrika diğer kıtalardan daha sıcak. Afrika басқа құрлықтардан ыстығырақ. Rusya Türkiye'ye ABD'den daha yakın. Ресей Türkiye'ға ақштан жақынырақ. İstanbul Ankara'dan daha batıda. İstanbul Ankara'ға қарағанда батыста, одан да батыста yani. Çin Japonya'dan daha kalabalık, yani Қытайдың халық саны Жапониядан көбірек деген мағынаны білдіреді. Üstünlük en, yani қазақшадағы ең деген söz. Yani asırmalı şıray. Sınıftaki en akıllı öğrenci Yıldız. Dünyanın en uzun nehri Nil Nehridir. Dünyadaki en büyük çöl Sahra Çölüdür. En uzun ömürlü hayvan kaplumbağadır.
İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biridir. Bugün son yılların en soğuk günü. Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yani қазақ тіліндегі ең деген сөзбен бірдей мағынада қолданылады. Сыныптағы ең ақылды оқушы жұлдыз. Әлемнің ең ұзын өзені Ніл өзені. Әлемнің ең үлкен шөлі Сахара шөлі. Ең ұзақ өмір сүретін жануар тасбақа. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ең ескі университеттерінің бірі. Бүгін соңғы жылдардың ең суық күні. Қытай әлемнің халық саны ең көп елі. Ал енді мына жердегі жаттығуды өздеріңіз жасаңыздар. Видеоны тоқтатып, мына жерде берілген кестеге қарап шығыңыздар. Onur, Faruk, Ceyda ve İnci 4 kardeş. Yani Onur, Faruk, Ceyda және İnci 4 ағайынды. 4 бауыр. Бұлардың жастары, бойларының ұзындықтары, салмақтары және аяқ киімдерінің нөмірі берілген. Соған қарап, en küçük kim, en uzun boylu kim, kimin ayağı Onur'un ayağından daha büyük, en zayıf kim, kimler Ceyda'dan daha uzun, en kısa boylu kim, соларды табуларыңыз керек. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Ne zaman, kaçta, kim, kime, niçin, ne, nasıl, hangi, kaçıncı, kaç, мына жерде көріп тұрған сұрақтарыңызды мына бос орындарға орналастыруларыңыз керек. Бұл жерде де видеоны тоқтатып қойып, бірінші өздеріңіз жазуға, табуға тырысыңыздар, одан кейін дұрыс жауапты көресіздер. Бұл сөйлемдердің дұрысы міне осылай болады. Kim yemek pişiriyor? Kim tamak pişirip жатыр? Aslı nerede oyun oynuyor? Aslı қайда oyun oynап жатыр? Baban hangi günleri geç kalkıyor? Әкең қай күндері кеш тұрады? Ablan Hülya kime yardım ediyor? Әпкең Hülya kimге жәрдем беріп жатыр? Sabahları kaçta kahvaltı ediyorsunuz? Tаңертеңдері қаншада таңғы ас ішесіңдер? Aslı ne zaman çizgi film seyrediyor? Aslı kaçan multfilm көреді? Sen okula nasıl gidiyorsun? Sen mektepке қалай барасың? Hülya neden hoşlanmıyor? Hülya neni unutmaydı? Eviniz kaçıncı katta? Үйіңіз қаншасыншы қабатта? Ablan niçin çok ders çalışıyor? Әпкең неге көп сабақ оқиды? Eviniz kaç odalı? Үйлеріңіз қанша бөлмелі? Baban ne iş yapıyor? Әкең не жұмыс жасайды? Бұл жердегі 8-ші сөйлемдегі Hülya neden hoşlanmıyor? Hülya neni unutmaydı деп аударылады, бірақ неден дегеніміз неден, не нәрседен деп аударылады негізі. Ал бірақ мына сөйлемнің ішінде біз оны қазақшаға дұрыс аударылуы үшін нені ұнатпайды деп аудардық. Бірақ неден деген сөз бұл негізі неден, не нәрседен деп аударылады жеке алған кезде. Міне бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазып сұрасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.